Құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы таң. Ал біз тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға құрметті мейманымыз да келіп жайғасты. Өздеріңізге толығырақ таныстырайық. Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің бас сарапшысы Серік Тұрымбайұлы мырза. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіз, Серік мырза. Осы елордасы Астана қаласының іші мен Астананың сыртындағы аумақтарда жасыл белдеу құруға ерекше мән беріліп отырғанын көпшілік жақсы біледі. Осы салада қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы тақырыпта әңгіме қозғасақ деген ниетпен өзіңізді қонақ етіп шақырып отырмыз. Қандай нәтиже бар? Әңгімені содан бастасақ. Иә, сұрақтарыңызға рахмет. Бұл өте сондай маңызды шаруа. Себебі бұл істердің барлығы біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауымен басталған шаруа болды. Бастауы 1997 жылдан басталды. Сол жылдары енді мынау Астананың маңайындағы айналым жол деп айтамыз ғой, соның ішінде өсімдіктерді отырғызудан бастады. Мен міне өзім сол жұмыстарға мен де қатысып едім. Онда өндірісте істеп жүрген уақытта, ол уақытта міне Көкшетау, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарын орманшылары өте бірінші жылдары көп үлестерін қосып еді сонда. Енді қазіргі уақытта сол шаруаны нақты тындыру үшін 2000 жылы үкіметтің қаулымен республикалық мемлекеттік кәсіпорын құрылды. Мемлекеттің кәсіпорын атауы да жасыл аймақ деп аталады. Сол мемлекеттік енді мынау жақсы ұйымдастыру жағын болғаннан кейін, қаржыландыру жақсы болғаннан кейін, қазір өз алдына қойған мақсаттарын орындап жүр. Сол мақсатты орындау үшін екі үлкен тұқымбағы бар. Жалпы көлемі 170 гектардай. Сол тұқымбақта 8 миллионға жақын орман бұта өсіріледі. Яғни көшеттер өзіміздікі. Өзіміздікі, иә. Серік мырза, енді ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, 2020 жылға дейін осы Астана қаласы мен Астана маңындағы аумақтағы 100 мың гектар алқапта жасыл белдеу құру жоспарланған екен. Бұл енді болашақтың еншісіндегі шаруа 2020 жылға дейін жүзеге асырылуы тиіс. Ал қазіргі уақытта көрсеткіш қандай? Қанша гектарға жетті жасыл белдеу алқабы? Біріншіден мен мынау өзіміздің алдымызға қойған тұжырымдаманы кішкене айтып өтейін. Осы тұжырымдамаға байланысты Астанадан шығатын жан жаққа 5, 6, 7 жолға дейін бар. Сол жолды маңайларында осы орман көшеттерін отырғызып, жасыл желек құрамыз деген жоспары болып еді. Содан кейін елбасшысы біздің алдымызға мынандай мақсат қойды. Егерде ондай қолдан өсірілген жасыл аймақты жасайтын болсақ, отырғызатын болсақ, оларды алып, мынау табиғи өсіп тұрған ормандарға қосу керек деп. Сол себептен міне қазір жұмыстар мынау Ақкөл ауданында, Шортанды аудандарында жүріп жатыр. Ол жерлерде көшеттерді отырғызып жатқан мынау Ақмола облысының әкімдігіне қарайтын орман мекемелері отырғызып жатыр. Біздің жасыл аймақтың істеп отырған шаруасы осы Астана маңайындағы. Енді бұлай алсақ, Астана маңайындағы жасыл орман қазіргі күнде 60 мың гектар көлемін құрап отыр. Енді осы ормандарға келетін болсақ, Серік мырза, жалпы ылғалы аз топырақты, Астананың айналасындағы топырақты енді аса ылғалды деп айта алмаймыз енді. Осындай қатаң климаттық жағдайда отырғызылған көшеттерге қалай күтім жасалады? Жалпы көшет деп отырмыз, атап айтқанда қандай ағаштар отырғызылады? Иә, өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Себебі ең біріншіден мынау орман көшеттеріне топырақтың құнарлығынан басқа оның тұздылығы маңызды өте, құрғақшылығы маңызды. Сол себептен біз осы жасыл аймақ көлеміне отырғызатын сондай соларға төзімді көшеттерді, орман ағаштарын отырғызып отырмыз. Соның ішінде күйеңкі мысалы, қайың, жиде,
қарақат, тағы да басқа өсімдіктер, міне осы бірінші қатарда осы өсімдіктер, орман өсімдіктері отырғызылады. Жалпы біздің көрермендердің құлағына алтын сырға, сіз атаған ағаштардың тұқымдары жер үйде тұратын Астананың тұрғындарына аулада өсіруге сіз кеңес бересіз ғой, маман ретінде? Оған енді кеңес беремді. Жаңағы егерде мысалға баратын болсақ, осы Астананың маңайындағы бұрынғы болған дачаларда дейміз, сонда өте көп өсімдіктер өскен. Алма ағаштарды өсіп отырды, онда қарақаттарды өсіріп отырды, басқа өте жақсы қайың өзі негізгі осы біздің Астана төңірегіндегі өсетін бір ағаштың қайын. Біз содан кейін екінші кезекте қарағайды отырғызамыз, шыршады отырғызамыз, олардың араларына аналар тамырланып, алдындағылар тамырланып өскеннен кейін. Осы қатаң климаттық жағдай деп отырмыз ғой, Серік мырза. Расында да осы Астана маңындағы топырақта, жалпы Астана аумағында десек те болады, ресми мәліметтерге сүйенсек, жауын мөлшері аса көп емес екен. Осындай жағдайда жасыл белдеу, жасыл аймақ құру әлемдік тәжірибеде болған ба? Өзге мемлекеттер бұндай жұмысты жүзеге асырды ма? Оны ол өте сондай қызық, жаңағы орынды сұрақ деп есептеймін. Себебі, егерде мынау жауын шашынның түсу көлемі бізде есебі 300 миллиметрден жылдық аспайды. Өте құрғақшылық сондай. Жаңада айтып өттік, топырағымыз жаңағы құнарсыздығын айтып отырмыз. Егерде осындай масштабты алсақ, әлемде бұндай тәжірибе жоқ. Сол себептен осы бүгінгі жасап отырған ел басшымыздың бастап жасағаны, біздің орман мамандары, жасыл аймақ көлеміндегі істеп жүрген мамандар істеп отырғанды Қазақстанның бренді деп атауға болады оны. Оны 2011 жылы мен мысал қылып айта кетейін, ФАО-дан келген өкілдер біз сол жасыл аймағымызды көрсеткенде таңғалады. Қалай сіздер мынандай шөл далада осындай өсімдіктерді, осындай орманды өсіріп отырсыңдар деп сондай таңғалып отыр. Енді Серік мырза, осы жоспарланған жұмыстардың барлығы ойдағыдай жүзеге асатын болса, оған әрбір астаналық өзінің үлесін қосатын болса, қолдан келгенше алдағы уақытта Астананың осы топырағы да, климаттық жағдайы да қазіргімен салыстырғанда әлдеқайда жақсара түседі ғой. Ол жақсарады. Содан кейін мен бір қазағымыздағы бір мақалды айтып кетейін деп едім, атаңнан мал қалғанша тал қалсын дейді. Сол себептен барлығымызда жалғыз орманшылар емес, жалғыз жасыл аймақтың жұмыскерлері, қызметкерлеріміз бүкіл халық болып, бұқара халық болып, ұлт болып, ел болып, осы өсімдіктерді өсіріп тәрбиелеуіміз керек, оны сақтауды білуіміз керек, жандырмай, күйдірмей. Заңсыз кесіп алмай, жаңа жылға шыршаға бір 5-6 күнге қою үшін үйлеріне ондай да жағдай болып отыр бізде қазіргі уақытта. Осылай енді шын жүректен, шын ниетімен айтып отыр ғой аға, әрбір көрерменнің жүрегіне жетті деп ойлаймыз сіздің айтқан сөздеріңіз. Таңғы уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келіп, осындай салиқалы сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Рахмет. Енді